Раздел 1.8. Свойства железобетона. Бүгін напряжение, деформация в арматураны қараймыз. Алдыңғы сабақтарда бетонның өзі туралы сөйлестік, енді арматура туралы сөйлесек. Бүгінгі сабағымыз сәл ұзақтау болуы мүмкін. Напряжение, деформация, арматура, кейін расчетный значениялар туралы сөйлесеміз. Жалпы арматурады қазір қарасаңыздар, екі график, екі диаграмма берілген, екеуі де напряжение, деформация в арматуре графигі болып саналады. Бұл график нені көрсетеді? Упругий зона бар екенін көрсетеді. Упругий зона бар, пластический зона бар. Бұлай қарасаңыздар мына жерге дейін. И предельная работа стали бар. Уже қалай мына точкаларда арматура үзіліп кетеді. Бұл жерде бетонға айтып кетейін, бетонға қарағанда бетонды сжимать етіп прочностьті анықтайтын болсақ, арматураны екі жағынан ұстап созады на растяжение прочности. То есть бұл жақта характеристический прочность арматурада FYK yield деген ағылшында сөз бар. Yield characteristics деп аталады. То есть характеристический предел текучести, былайынша айтқанда, нольдан бастап келген кезде определенное поведение линейный, упругая часть болады, линейное поведение, пластический, немесе эластический. Содан кейін қарасаңыздар уже пластический жағы басталады, нелинейный период. И нелинейный периодтың максимумы относительная деформация, предел относительной характеристической деформации жеткен кезде ары қарай уже күш азая бастайды, автоматически деформация өте қатты көбейеді и бір точкаға жеткенде үзіліп кетеді арматура, екіге бөлініп. Жалпы диаграмманы көрсеттім. Бұл жерде қарасаңыздар горячекатанный стальдың диаграммасы, холодно деформированный сталь. Айырмашылығын айта кетейік. Производствода бұл жерде, конечно, айырмашылық. Көбінесе рабочий арматураны, главный айырмашылықтарды айтайын. Горячекатанный сталь основной біздің рабочий арматураларымыз. Изгибқа жұмыс істейтін, растяжение жұмыс істеу керек қалың арматуралар бізде горячекатанный. Холодно деформированный көбінесе сетка, проволокалар болады, осы методпен жасалынады. Потом горячекатанныйда пластичность, мынаяқтан да қарасаңыз графиктан көрсеткен, пластичность сәл көптеу болып келеді, мына жақта пластичность азырақ, ертерек үзіледі, сәл аздау пластичность. Көбінесе енді основной рабочий арматуралар болады, жұмыс горячекатанный болғаннан кейін периодический профиль болады ғой, бағана айттық, сцепление жақсы жұмыс істеу үшін арматура бетонда периодический профиль болып келеді. Көп арматуралар горячекатанный методпен производство жасалған кезде холодно деформированный да болады периодический профиль, бірақ көбінесе гладкий арматуралар болып келеді. Және диаметр не жағынан қарайтын болсақ, горячекатанный арматуралары, стальдары бүкіл диаметрді жасалына береді. Холодно деформированный стальда көбінесе кішкентай диаметрлар 12 миллиметрге дейін, в том числе 12 миллиметрдің өзі қосылғанда примерно сол миллиметрге шейін жасайды. Қалың, одан қалыңырақ диаметрлар часто холодно деформированный методпен жасалынбайды. Енді екеуінің диаграммасын айырмашылығын қарайтын болсақ, екеуінде де предел текучести, мынауда F02K деген тоже предел текучести, просто холодно деформированный арматураларда ярко выраженный диаграммада, мысалы мына жерде қарасаңыз горячекатын тоқтайды да, и болды, нелинейное поведение басталады, ол анық көрінеді диаграммада. Ал холодно деформированияда анық көрінбегендіктен линейно келе жатыр, и определенный периодтан кейін нелинейность басталып кетеді. Диаграммада анық точка болмағаннан кейін, он предел текучестің
тура fyk емес f02k деп атайды. Не үшін 0,2? Относительная деформация 0,2% точканы алады. Сол жерден основной мына линейныйдың параллель жүргізеді линияны. Параллель линия жүргізген кезде операция ететін неге қиылысқан точканы сол предел текучести болады. Көбінесе ол сол сәйкес келеді, мына предел текучестіға сәйкес келеді. Сол үшін бұда F02K деп аталады. Мынаны білесіздер, бетонда да болды бұл предел, относительный предел деформации характеристический. Бұның значениясын қазір келесі слайдта көреміз, қанша болу керек екен. Және де максимальный точка екеуінде де бірдей, және де ол FT деп аталады. FT бізде предел прочности арматуры на растяжение. Максимально UK предельный деформация жеткен кезде максимальный өзінің предел прочности растяжения. Одан ары қарай күшті арматура қабылдай алмайды. Ары қарай тек қана күш төмендейді, деформация көбейеді и разрушение басталады. Оның формуласымен Еврокодта осы формула арқылы анықтайды. То есть ол бізде то же самое характеристический предел прочности көбейтілген К деген коэффициентке. К деген коэффициент бізде мына формуламен анықталған. Ол характеристический прочность бар ғой, мына характеристический прочность, то есть минимальный, көбінесе сол лабораторияда анықталған өзінің значениясы болады. То есть квантиль 5%, скорее всего, либо максимум 10%, то есть 90% случайда үзілмейтін, то есть максимальный прочность қай уақыт жетеді. Сол 5% квантиль деп алайық, максимальный характеристический прочность осы значениядан только 5% қана экземплярлар ғана үзіліп кетеді. То есть минимальный прочность на растяжение бөлінген характеристический предел текучести, осы коэффициент К. То есть FT басқа, FTK одан сәл төмен значение ғой, былайынша айтқанда. И К коэффициент. Мына жерде де ол дәл сондай. Осы келесі таблицада көреміз. К-ның значениясын Еврокод бізге береді, UK-дің значениясын Еврокод береді, и предел текучести значениясы қандай болу керек екенін береді. Модуль упругости бізде барлық арматураларға 200 гигапаскаль деп қабылдаймыз. Такси Еврокод 2-де СПРК-ен 1992-де таблица приложение С бар, С. Сол С1 таблицасында қарасаңыздар, арматураның главный характеристикалары класс, бұл жерде А, Б, С, класс пластичности деп аталады. Мынау стержни из бухт біздің рабочий арматураларымыз, сетка, проволока. Былайынша айтқанда, былай грубо мынаны холодно деформированный десеңіздер, мынау горячекатанный. В принципе, параметрларда ондай қатты айырмашылығы жоқ. Қандай болу керек екен, бұл жерде де А, Б, С класс пластичности болады. Енді келесі характеристический предел текучести. Егер горячекатанный болса FYK, немесе холодно деформированный болса F20K мегапаскальда значение 400-ден 600-ге дейін мегапаскальға дейін қабылданады. То есть часто 500 мегапаскаль. Основной, бірақ 600 деп қабылдауға да болады. Требование просто квантиль 5% орындалу керек. Минимальное значение коэффициент К, сол бағана К коэффициент бізге береді. Былай қарасаңыз, класс пластичности А, бұл бізде менее пластичный, мына жерге қарасақ, то есть К коэффициент 1,05. То есть FYK, но прочность, максимальная прочность на растяжение тек қана F характеристики прочностьтан 5%-ға ғана жоғары болады деген сөз. К 1,05-ті FYK-ға көбейтсек, примерно
грубо мынандай значение. Мынау мысалы 500 десек, мынау 5% қанша? 5, 25 па? Калькулятормен көбейтіп аласыздар. То есть максимальный предел осындай деген сөз. Ұзаққа бүйтіп кетпейді. То есть пластичность тоже регулируется. Қарасаңыздар, часто Еврокодта рабочий класс пластичности көбінесе железобетонда қолданылатын Б мен С. С ол мына жерде 1,08-ден жоғары, С-да 1,15 пен 1,35 коэффициент арасында. Демек 1,08-ден жоғары және 1,15-тен кіші ол Б класс болады. Характеристический деформация, относительная деформация при максимальной UK процент. Предельная деформация қарасаңыз 2,5%-тан үлкен 5-ке дейін. Б класста 5%, 7,5%-ке дейін. Мынау 7,5% и дальше. Алысқа кетпейді, бірақ 7,5%-тан жоғары. То есть самый пластичный класс С болып саналады, және бұны көбінесе сейсмический райондарда железобетонный конструкция проектировать ететін кезде, және ол нормалармен де негізі регулируется етеді. Хотя ол сейсмический районда Б и С мен пландауға болады деп жазылған, бірақ С класс ол пластичность ең жоғары арматуралар. Стальдар жалпы. Средний Б, который часто используется бізде. Сетка проволокада ешқандай коэффициенттер бойынша өзгерістер жоқ, барлығы тура сондай. Только требования осы лабораторный исследование жасаған кезде квантиль 10% условиясы орындалу керек деген. То есть 100% жағдайдан 90% пробалар мына коэффициенттердің барлығына соответствовать ету керек. Только 10% кішкене төмен бола алады деген мағынада. Еврокодтың основной философияларының бірі, қалай айтсам, пункт 3.2.4 Еврокод 2-де арматура должна иметь адекватную пластичность деп жазады, которая отношение характеристической прочности на растяжение к пределу текучести нано адекватный пластичный болу керек деп айтады, мысалы арматура, и оны мына екі коэффициент арқылы олар регулировать етеді. Адекватная пластичность арматуры требуется для того, чтобы железобетонные конструкции работали предсказуемо, безопасно и разрушались не хрупко, а пластично. Это, по сути, является одной из философий Еврокода. Кез келген здание аварийный бір разрушение болсын, не болсын, бетон жұмыстан шығып қалған кезде арматурада, бетон енді хрупкий екен білеміз, арматура ол да хрупкий сынып қалмау керек, бүкіл күшті ұстап қалу керек дейді. Хотя бы адамдар зданиядан шығып кетем дегенше. То есть сол нәрсеге акцент құрады, сол үшін олар мына коэффициенттерді енгізген. Айта кетейік бір нәрсені, основной, мысалы, проектировать еткен кезде біздің СПРК ГОСТар бойынша біраз байқадым, арматураны жазады, мысалы чертеждарда қасына ГОСТ, осы ГОСТ 34.028-2016 ГОСТ указать етеді, ссылка. То есть осы ГОСТқа сәйкес болу керек арматураның характеристикасы дейді, А500 арматурамен проектировать етеді. Егер Еврокодпен расчет жасалынған болса, здание, просто айта кетейін дегенім, сол ГОСТты ашып қарасақ, таблица 7-де механические свойства проката с категориям пластичности H и E дегенде ғана негізі Еврокодтың требованиялар орындалады. Мысалы А500-ді бағанағы предел текучести 500 мегапаскаль, временное сопротивление деген ол біздің бағана F-ті предел прочности по растяжению дегенше, то есть 1,08 соотношениесі, то есть мынамен
1,08-ден жоғары болу керек деген мысалы требование. Мына да сол 1,08 и относительно удлинения, то есть 5%, на Е класста 7% и мына Еврокодтың С класс пластичностьмен сәйкес келеді коэффициенттері осындай. То есть осы екі классты, скорее всего, учитывать ету керек. Ну, примечанияға жазып па, себебі тура осы ГОСТ бойынша мына келесі таблицаны қарасын, механическое свойство проката сол таблица 5-те стандартный А500-ді қарайтын болсақ, тоже предел текучести 500, предел прочности, коэффициент байқасаңыздар 0,5 стандартный А500-де, және де относительно удлинения 2,5%. Ол ол мынаған сәйкес келеді. Класс пластичности А-ға. Бірақ основной, мысалы бағана айтып өттім, железобетонная конструкция бізде Б класс немесе С класспен негізі арматуралар проектировать етілу керек. А класс көбінесе кішкентай диаметрлармен ассоциация жасалынады Еврокодта, пластичность азырақ. Ну, поперечный арматуралар болады, хомуттар көбінесе класс пластичности А немесе 12 миллиметрге дейін осы А класспен ассоциация болады. Основной рабочий арматуралар олар осылар. Сол үшін просто ескерту ретінде әшейін айтып жатырмын, арматураларын просто А500 на ГОСТтың А500 мен Еврокодтағы Б500, мысалы Б500, С500 сәйкес келмейді. А500 стандартный емес, H класс H немесе класс Е сәйкес келеді. На ГОСТ бойынша Еврокодтың Б500 мен немесе С500 мен мысалы. Так, енді расчетный параметрларды қарастырайық. Бірінші коэффициент айта кетейін. Бетонда айттық, иә, характеристический бетон прочності бар. Біз ол прочності алмаймыз, коэффициент безопасностьға бөлеміз дедік. Сол таблицаны негізі алдыңғы сабақтарда көрсеттім, бірақ бетон үшін 1,5-ға, основной характеристический прочность 1,5-ға бөлген кезде, основной, мысалы, постоянно переходный ситуацияларды біз расчетный значениені алдық. Дәл солай арматурада характеристический бағана предел текучести бар ғой, соны 1,15 коэффициент береді. Бізге соған бөлу керекпіз. Аварийный ситуацияларды есептейтін кезде коэффициент 1 болады. Және де мына жерде сейсмика ситуациясы кезде тоже коэффициент 1. Мына жерде лирадан, мысалы, СПРК-ен таңдаймыз, арматураға материалды назначить еткен кезде, мысалы, класс Б деп таңдадық. Предел текучести осы жерге өздері жазуға рұқсат береді. 500 жазған кезде автоматически коэффициент К шығады. Редактировать етуге болады, бірақ коэффициент К естен шығармау керек. 1,08 мен 1,15-ке дейін. Көбісі кейбіреулер 1,2-ні қояды да, чтобы 1,2 мынаған көбейтсе 600 болады ғой. Ал мына ГОСТ бойынша мысалы 500 и мынау 600 шықсын дейді. Бірақ бұл жерде ол сәл басқаша. 1,08-1,15-ке дейін болады. Относительно предельная деформация 5. Сәл көбейтсеңіздер болады өзінің мынаяқтағы несі бойынша. 5, 7,5-ға дейін. Бұл нәрсені айттым. Коэффициент основной 1,15-ке бөлінеді. Предел текучести 1,15-ке бөліп, біз расчетный предел текучести арматураны аламыз. Және де ол графикта то же самое біздің график. На А бізде идеализированный. То есть бағанағы бірінші біздің графигіміз өзіміздің просто линейный. Парабола нен барын алып тастаған кезде идеализированный графигіміздің аналогиясы осы. То есть характеристический бағана предел текучести бізде, және де мынау К көбейтілген предел текучести, мынау F-ті.
Енді Еврокодта екі расчетный ситуация болады. Б мен ол белгіленген, байқасаңыздар. FYD, мысалы, бағана расчетный предел прочности, мына характеристическийді бағана коэффициент безопасности бөлдік, 1/15-ке мына значениеға түстік, жеттік. Енді ары қарай мынаның жалғасы былай болады. Расчетный бірінші ситуация немесе горизонтальный расчетный ситуация. Екіншісі Б варианттың верхнейінде ограничивается деформация до расчетной предельной деформации. Мына UK-ға шейін қарастырмаймыз, мынадан аспау керек. Бұл расчетный предельная деформация бізде 0,9 көбейтілген EUK. То есть 10%-ға бізде төмендетілген вариант. До конца жеткізбейміз, осы расчетный ситуациядан жеткіземіз. Осы бірінші біздің график. То есть максимальная прочность на растяжение бізде получается FK көбейтілген FYK, ну FYD. K-мыз мағынасы өзгерген жоқ бағанағы. Немесе екінші расчетный ситуация, бұл жерде бізде FYD мен Epsilon YK не ограничивается, былай кете береді. В принципе, бірақ максимальная прочность на растяжение у нас ограничивается FYD мен. Осыған дейін жетеді, болды. Ары қарай сол күш сол тұрады, и относительно деформация, в принципе, тексермесе болады деген утверждение мен. Қысқаша осы. Дальше железобетон барлығын қарастырған кезде расчеттарды тағы еске салып тұрамыз, ұзақ созбайын дедім. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер.